Достар, бүгін сіздерге пияздың қабығының қаншалықты пайдасы бар екендігі туралы сіздерге айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетсеңіз, мен әрине қуанышты боламын. Біз пияздың қасиетін көпшілігіміз білеміз, бірақ пиязды біз суықтап ауырғанда, тамағымыз қышып жатқанда, мұрнымыздан су аққан кезде жеп жатамыз. Ал сіз пияздың қабығының пайдасын білесіз бе? Пияздың қабығы көптеген дәрумендерге, элементтерге бай. Сонымен қатар, оны қалай емдейді деп жатамыз. Ол қандай ауруларға емдеп жатамыз? Олай болса сіздерге айта кетейін. Ол асқазан ауруларында реттейді, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, сұйық заттардан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Сонымен қатар ол қан айналымын реттейді, варикоз, геморрой, белсіздік және айтарлықтай көптеген аурулардан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды да емдейді. Ол инфекциямен де күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар, ол басымыздағы қайызғаққа да пайдасы өте зор екен. Және жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұйығын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді екен. Жүрек қағысын реттейді. Бұларды қалай қолданамыз деп жатады. Көбіне бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнатып шыққан соң, қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбасын сүзіп алып, 1 қасық ас қасықтан күніне 5 рет ішсеңіз болады. Бұл айтылған видеодағы емдер әрине дәрігердің рұқсатымен